Асты біссімілда деп баста. Асты біссімілдасыз жеме деген тыйым бар. Діни кітаптарда біссімілдасыз ас ібілістің қорегі делінеді. Бұл жайында мынадай аңыз бар. Ертеде Әбіл қой бағып, Қабыл егін егіп, тынбай еңбек етіпті. Қарындары ашып, тамақтанар кезде қастарына ібіліс келіп, маған да үлес тиіп қалар мекен деп дәмеленеді екен. Әбіл асына біссімілда деп қол созғанда шайтанның үміті кесіліп, «Қап, бүгін жолым болмады. Тамағыңа ортақтасам деп күні бойы жаныңда жүріп едім. Біссімілда деп асты адалға айналдырды. Маған бұл жерде орын жоқ деп ызаланып кетіп қалады екен». Қабылдың жанына келгенде ол асты қалай болса солай жей береді екен. Қабылдың осы қылығын шайтан жақсы көріпті. Біссімілдасыз асқа ібіліс те келіп ауыз салыпты. Қабылдың Әбілді өлтіруіне осы жағдай әсер еткен екен. Біссімілдасыз жеген ас ібілістің тамағы деген сөз осыдан қалған деседі. Шиш пайғамбарға адам ата, құттың басы біссімілдада. Құт жұқсын десең, Құдайға шүкірлік етіп, бетіңді сипа деген өсиет айтады. Содан бастап Шиш өсиетті қаза етпей дәстүрге айналдырыпты. Ібіліс қарғыс қамытын киген кезде Құдайдан дат сұрапты. Датыңды айт дейді Құдай. Ұзақ жыл құлшылық еттім. Сендей ұлық тәңірге құлдарының еңбек ақысын қайтармау лайық емес. Соның өтеуін бер, дейді. Не сұрайсың, дейді Құдай. Мені дәргейіңнен қуып, адамға баспана бердің. Енді менің баспанам қайда болады? Монша мен дәретхана сенің мекенің. Дәргейіңде жүргенде құлшылық қылатын жерім бар еді. Енді оны қайдан табамын? Базар атаулы сенің құлшылық орның болар. Адамға оқу үшін Құран бердің. Маған не бересің? Сыпсың сөз, өсек аяң, сенің қасиетті кітабың болар. Адамға қорек үшін дәм тағам бердің. Менің тамағым қайда? Біреу біссімілдасыз ас ішсе, дастарханда бата қайырмаса, сол ас саған бұйырсын депті. Ібіліс алған олжасына масайрап, Тәңірдің дәңгейінен қуылып кете барады. Содан бері өзімнің қорегімді жеймін деп, әр үйдің дастарханын аңдиды екен. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы жырлаған аңыз нұсқасында ібіліс: жаралған әурелікке менің басым, не керек мұнша дәурен сүрген жасым? Ас қорек адамдарға тағам бердің, қанекей ішіп жейтін менің асым деп сұрайды. Сонда Тәңірі: еңбегін еш пенденің жемейміз біз, өз пиғылың болып тұрған өзіңе кез. Тағамның сенің малғын осы болсын, ас ішсе егер біреу біссімілдасыз деп жауап берген екен. Тағы бір аңыз бойынша ібіліс барлық шайтандарды жинап, бүгін тойға барамыз, тамаққа тоямыз, бала-шағаны түгел жинаңдар. Бір пақыр той жасап жатыр, өзі дінге әлсіз, тыйым талапқа салақ, қарын бір тойса соның дастарханынан тояды дейді. Барлық шайтандар қуанып тойға асығады. Тойда тойбастар басталып, әулеттің сөз ұстайтын беделді ақсақалы алға шығады да, біссімілда деп сөз бастапты. Бұл сөзді естігенде ібіліс: қап, бұл ас бізге бұйырмады деп шарасыз халде отыра кетіпті. Бұл жайында жырдастандарда айтылған имандардан кітаптар көп, бәрінің басында бар біссімілдасы. Дүниеде жүргеніңде әрбір адам айтпастан біссімілдасыз ас ішсе тағам, қосылып шайтан лағин бірге жеді. Адағып болғанынша бәрін тамам деп айтылады. Қисса сүл әнбия аңызында Нұх пайғамбардың біссімілда сөзімен құж деген дәудің қарнын тойдырғаны баяндалады. Құж кесір мінезді, ешкімнің ақылын алмайтын, оң істі терісінен істейтін қыңыр болыпты. Ұзын бойы таудан асып,
бұлттар алқа сияқты бойнына киіліп тұратын. Ол жалғыз өзі таудың үңгірінде жататын. Құждың бір ғана қайғысы қарнын тойғызу. Ішегі тәулік бойы шұрқырап тұратын. Ертелі кеш орманнан отын шауып, нәпақасын айырып жүреді. Бірде Нұх құжды шақырып, ағаштарды тасып беруін өтінеді. Сонда құж: «Қарнымды тойғызсаң, ағашты тасыйын. Осыған дейін майлас жеп қарным шуанған емес. Тойып тамақ ішу маған арман» дейді. «Айтқаның болсын» дейді пайғамбар. Құж ертесінен Нұхтың ағаштарын тасып берді. Жұмысы біткен соң Нұх алдына бір шелпек әкеліп қояды. «Өй, мынауың жұмырыма жұқ болмайды ғой» деп құж ашуланады. «Бісмілда деп же, сонда тоясың» дейді пайғамбар. Құж бісмілда деп шелпектің жартысын жегенде тоқтығы білінді. Жартысын қалтасына салып алды. Қарны тойғанға мәз болып жөніне кеткен екен.